Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, достар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрап, әрі тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Бұл осы YouTube арнасының осындай талаптарының бірі. Одан қалды, мынау сіздердің әр басқан лайктарыңыздың арқасында көрілім көбейеді. Одан қалды, тағы да бір кісілер осы бейне жазбаларды көруге мүмкіншілік алады. Ал тақырыпқа келетін болсақ, бүгін өздеріңізбен асықпай, аптықпай, жаңағы мамыражай әңгіме құруға бел буып отырмын. Оған себеп күнделікті мынау бір мәселені айтып келе жатып, басында ой көп болғаннан кейін жаңағы екінші тақырыпқа секіріп кетесің, немесе айтам деген өзекті жерін кішкене ұмытып та қалады екенсің. Соны енді ойымды тізбектеп отырып, сіздермен бір әңгіме құрайын дедім. Кешегі бір түсірілімде естеріңізде болса, мен жаңағы осы су жайында айтып бастағанмын, жаңағы топан су басқан жайында. Кезінде осы Америкада да сөйтіп топан су басып, осы яқтың жаңағы басшылары бәрі кәдімгідей халықпен қатар жүріп қызмет етті. Тізерлеп тұрып, тізерлегендей болып кешірім сұрады, мынау табиғаттың апаттың кесірінен осындай салдардың болып жатқанына деп. Ол өздерінің кесірінен емес, табиғаттың салдарынан болып жатса да, сондай кешірімді сұрап жатты. Мына қазақ елінің басшылары не істеп жатыр? Бұлар тек қана жаңағы аралап, құрғақ уәдені беріп, кейін өйтеміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп жатыр. Ал негізінде бұл жөнінде ғана айтқым келген жоқ, су топан жайында. Мынау су көтерілгенде көріп отырсыздар, қандай болып жатыр. Мықты-мықты небір үйлерді шайып кетіп жатыр. Қаншама малды алып кетті, қанша халық кетіп жатыр, сосуда. Бұл мен не айтқым келіп тұр, мына халықты, өздеріңізді осы топан сумен теңестіріп көріңіздерші. Мына 20 миллионның, ең болмаса 1 миллионы көтерілсе, 1 миллион емес 500 мыңы көтерілсе, не болатынын, ана биліктегі биліксымақтардың. Осы жөнінде ойлансаңыздар екен. Өйткені мынандай тіршілік, мынандай өмір, ол өмір емес, осындай тыныштық заманда, технологияның бәрінің жетіліп тұрған заманында осындай халге ұшыратып отыр халықты. Бұл табиғаттан келген залал емес, бұл қолдан жасалынған залал. Әлі де дәлелденеді, әлі де әшкереленеді. Жаңағы бұл Ресейден келген су. Ал Ресей не істеп жатыр қазір, естіп отырсаңыздар? Ресей не дейді? Ресей айтады, бұны жаңағы сол дамбаларды мынау көртышқандар мен тышқандар тесіп, сосын мына Қазақстан нені азайтып, су құйылымдарын, соның кесірінен Ресей суға кетіп жатыр. Көрдіңіздер ма? Міне ол Ресейдің әдеті, өздері қолмен жасайды да, соның бәрін біреуге ысырып салып, кінәліні іздейді. Өздерінің кінәсі олар ешқашанда мойындамайды. Өлтіріп жатсаң да олар оны мойындамайды. Міне жаңағы тағы да айтады ғой, хорошая оборона – это первое нападение деп, бірінші қорғану үшін ең бірінші шабуылға шығу керексің. Міне әлі Қазақстан әлі аузын ашқан да жоқ Ресейге қарай, міне сендердің кесірлерінен осындай суға батып жатырмыз деп. Ал Ресей не істеп жатыр? Міне бірінші шабуылды жасап жатыр. Бұл Қазақстанның қолынан келген залалдар деп. Ал билік мына жұмған ашын, аузын әлі ашқан жоқ. Гурулев ол сайрап жүр, Қазақстанды өйтеміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп. Мына осының бәрін көре тұра халқым, қалай шүкіршілік, сабыршылық етіп отырасыздар. Енді мен бұмен жаңағы ертең шығыңдар да, байбалам салыңдар, митингке шығыңдар деп шақырып жатқан жоқпын. Ойланыңыздар, ояныңыздар. Енді мынау терең ұйқыдан тұратын оянатын уақыт болды. Енді қарап отырсаңыз, мынау қырсықты, міне сол ояу халықтарды
қинап жатқан сияқты. Ал мынау әлі оянбаған, әлі тойын тойлатып, шегірткелерге еріп жүрген халықтың көбісі әлі бұны сезінген де жоқ. Көрсе көріп те жатқан шығар, бірақ жаңағыдай әлі түйсігіне ілген де жоқ. Әйтпесе қандай қиыншылықтар болып жатыр. Сөйте тұра бұлар жаңағы әншілерді, шегірткелерді шақырып сөйтіп тойларын тойлатып жасап жатыр. Той бола берсін, болады да әлі, талай той болады қазақтың басында. Бірақ кішкене жан-жаққа қарау керек сияқты, мынау жақының, туғаның болмағанмен жақының ғой, қандасың ғой. Сөйтіп ана жақта сумен арпалысып, алысып жатқан кезде Қазекеңнің бұлары енді жарамады. Сол Қазекеңдер міне Нью-Йоркке де келмекші. Шатаспасам, сол 21 наурызға ғой деймін. Осында осы Қазақстаннан аттерлетіп, Америкада қазақтар үшін наурыз өткізіп бермекші екен. Жаңағы елдегі қазақтарын жарылқап болып, енді Америкадағы қазақтарды жарылқамақшы келіп. Ол жаңағы биыл ғана болып жатқан жағдай емес, ол жылда болады. Соны жаңағы ұйымдастырады, соны жасайды, бәрі жиналады. Бірақ не десем екен, қазір той тойлатқан әрине жақсы, бәр жағың төрт құбылаң түгел болып тұрса, елің аман, жұртың тыныш болса. Ал қазіргі мына жағдайда, Украинада соғыс жүріп жатыр. Ол соғыс тек Украина өз жер үшін, өз жан үшін ғана емес, бүкіл біздің СНГ бар, батысың бар, бәрі үшін тұрып беріп жатыр. Тек батыстың жаңағы Американың беріп жатқан көмегі, қару көмегі болмаса, өздері сол жерде қан тер болып, отан үшін күресіп жатыр. Осындай жағдайлар болып жатқан кезде Қазекеңдер тойын тойлатып, ешқандай да ой жоқ, күй жоқ жүргендеріне таң қаласын. Одан қалды мынау жаңағы шегірткелер дейміз қайтадан, міне халықты жаңағы алдап сулап, халық той халықтың қазынасы, біз сіздердің арқаларыңда осындай дәрежеге жетіп жатырмыз, халық болмаса біз кімбіз деп, әйтеуір халықтың бір жеріне көпшікті қойып, ақшаларын, миллиондарын сыпырып алып, енді бүгінгі күні осындай халықтың басына іс түсіп жатқан кезде, олар жаңағы жанынан табуға жарамай жатыр. Бұндайда не дейсің? Бұндайда тек қана халық өзіңе ғана сен, өзіңнің маңдайыңнан ғана күт дегім келеді. Мынау тупан су сендерге жаңағы мысал ретінде келіп тұрған сияқты, көрсетіп тұр ғой сендерге. Міне тупан су көтерілгенде қандай жағдайға адам баласы ұшырайтынын. Сен халықсың ғой. Сенде сана бар, сенде сезім бар. Сен кімді шаюды, кімді шаймауды білесің. Солай ма? Халқым көтерілу керек, еңсеңді көтеру керек, рухыңды ояту керек. Енді өзің үшін болмаса да келер болашағың үшін, бала-шағаңның болашағы үшін. Кешіріңіздер. Сол осы айтқым келгені, кешегі сол тақырыпта суды көтеріп отырып, әрі қарай жаңағы басқа бір тақырыпқа ауысып кетіппін. Басқа тақырып болмағанмен, басқа арнада кішкене кетіп қалыппын. Соны айтқым келді. Одан қалды мынау қазіргі имамдарды айтамыз, имамдар жаңағы сабырлыққа шақырады өмір бойы, мынау шүкіршілікке шақырады. Ол бір жағынан дұрыс та шығар, ал бірақ қай жерде қандай сабырлықтың реті бар, қай жерде сабыр болу керек, қай жерде шүкір ету керек. Оның бәрін естемей, бұлар жаңа биліктің несімен тек кедейлер ғана шүкіршілік ету керек, тек кедейлер ғана сабыр сақтау керек. Мынау байлар, биліктегілер оларға
я Құдайдың заңы жүрмейді, я биліктің заңы жүрмейді. Белшесінен басып, осылай өмірлерін сүріп жатыр. Қазір не бір қорларды аталып жатыр. Пәленше миллиард ана қорға салынды. Пәленшелер мына қорға пәленше жаңағы миллиард салды деп. Сол қорларды кеше қаңтарда да естідік. Әр кезде осындай елдің басына іс түскен кезде осындай қорлар ойдой жаңағы санның енді несі бір ауызбен толтырып қарапайым халық айта алмайтын сандардың саны аталып жатады, бірақ затын көріп жатқан халықты көрмейсің. Міне бүгінде қазір сондай жаңағы нелер ашылып жатыр екен. Қорлар, ашылған қорларға да жаңағы халық үшін қоры, тағы бірдеңе үшін қоры. Енді бірталай жаңағы тізімді қарасаңыздар, қорлардың енді саны баршылық, ішіндегі сомада өте баршылық сомалар. Ал соның енді тамшысы ғана таматыны белгілі халыққа кеше міне қазіргі зардап шегіп жатырған. Ал басым көпшілігі қайда кететіні де белгілі. Ол ақша ол жерге түсті ма, түспеді ма, тек аты ғана аталды ма. Тағы бейне жазбаларда жүр, көрсеңіздер болады. Фейсбукта да жүр, ютубта да жүр. Жаңағы скляр келіп бір жаңағы кісіні таныстырып жатыр, мынау деген кәсіпкер өз еркімен осында жаңағы сондай мынау қорғауларды, дамбаларды салуға өз еркімен келіп тұр десе, ана кісінің түрін көру енді мүмкін емес. Жалтақтап, ана өз еркімен келіп тұрған кісіге ұқсамайды. Көрдіңіздер ма, бұл үкіметтің қылығы. Бәрін міне жаңағы осындай проблемалардың бәрін, осындай жаңағы бизнесмендер дейміз ба, жаңағы шаруашылықтардың бәрінің мойнына артып қояды. Өздері әрі қарай көрген күнін көріп жүре береді. Бұлардың жаңағы белі ешқашанда ауырмайды оған. Сол жөнінде де айта кеткім келді. Одан қалды мынау тағы да сол бейне жазбалардан көргенім, кішкентай балдарды, мектеп оқушыларын діни жолында жаңағы сауаттарын ашып жатыр. Ол да дұрыс шығар, бірақ енді біздің бала кезімізде ондайды жаңағы үйде өзіміздің отбасымызда аналарымыздан, аталарымыздан, әжелерімізден естіп өстік. Міне жаңағы жатардың алдында аузыңды кәлимаға келтір деген сияқты. Қазір қарап отырсаң, бұны кәдімгідей алаңға жинап алып, балдардың бәрін дауыстатып, ол да дұрыс шығар, иманды болсын дегендері шығар. Ал бірақ ол жағынан ғана қарап қоймау керек, бұның басқа жағы да бар. Көрдіңіздер ма, бұл осы балдардың осы кезден бастап миларын улап жатыр. Біздерден жаңағы анау сол Пакистанның бар, Сирияның бар, сондай сияқты елдердің қатарына қосу, бұлардың жаңағы несі, қалай айтсам, стратегиясы ма, осындай мақсаттары. Бұлар сол мақсатқа жетудің жолында осындай іс-әрекеттерге барып, анау жөргектегі баладан бастап осыған үйретпекші. Оны менің ойымша, мынау религия, мынау дін дейміз, бұның бәрі отбасында қандай дін? Өздері ұстанамыз дей ма, ұстанбаймыз дей ма? Балаға қандай тәрбие береді, оны ата-ана шешу керек. Мектептегі, ортадағы тәрбие бір бөлекті, ал отбасындағы тәрбие екі бөлек. Отбасында 4 бала, 5 бала бірге өсіп жатуы мүмкін. Ал енді сол 4 баланың, 5 баланың жаңағы 2 бала, 3 бала дейікші, соның біреуі жаңағы ондайға құқы жоқ болса, үйіне келіп жаңағы ана бала айтады ғой енді, міне осындай біздер мектепте сөйтіп үйретіп жатыр, бүйтіп үйретіп жатыр деп, оны көрдіңіздер ма, міне өстіп қандай балдардың миын улап жатыр. Тағы да айтамын, бұл оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Ал жаңағы қайсысын бұрын сіңіретіні әркімнің өзінің санасына береді, әрі ата-анасының жаңағы қадағалауында болуы өте
болу керек дегім келеді. Енді мынандай мысалдарды алайықшы. Мына кішкентай бала өсті, туылды, өсіп келе жатыр, тілі шығып келе жатыр. Сол балаға мынау Қазақстан туын көрсетіп, Қазақстанның жаңағы гербін көрсетіп, елтаңбаны көрсетіп, сөйтіп жаңағыны міне мынау жақсы деп сол елтаңбаны сүйіп, сол туды сүйіп, жүрегіне басып көрсетсек, ертеңгі күні сол мезетте сол бала соны қайталайды, ұмытпайды. Әр кезде соны көрген кезде соны үбіктеп, соған кәдімгідей жылу тартып тұрады. Өйткені оның анасы солай көрсетті, мынау үлкендер, ескілер солай үйретті. Соны қағып алды ол бала, солай кетеді әрі қарай. Мышығыңыз болсын, итіңіз болсын, қандай бұйрыққа үйретсеңіз, соны қағып алады да, келесі жолы сіз соны сұраған кезде, бұйырған кезде соны дәл сол қалпында сізге орындап беріп тұрады. Міне көрдіңіздер ме? Енді бұл мен не айтқым келіп тұр? Бұл мен айтқым келіп тұрғаны енді мына тірі жанның бәрі, адам соның ішіне де кіреді. Қандай нәрсені тәрбие, қандай ағымда қалай тәрбиелесек, соны алады. Бірақ жақсы жаманын айыратын Құдай оған ми берген, сана берген, сезім берген. Ал мынау нелер, жаңағы аңдар, үйдегі ұстап отырған итің, басқан. Міне Құдайдың соншалықты құдіретінің күштілігі оларға да сондай сезімді берген. Қанша жерден үйіңе келіп жүрген кісіні үйретесің басында, сол итіңді көрсетесің, мынаған тиіспе, бұл біздің танысымыз деп. Келесі жолы ойнап болса да соған жаңағы қап десең, енді жақсы үйретілген иттер қаппайды. Өйткені біледі ол келіп жүр, оның иісін таниды. Көрдіңіздер ме, дрессировкаға берілетін бұл сана сезімнің барлығын білдіреді. Сол жаңағы итекеш итте де сондай сезім бар. Ал мына біздің көршілес, мынау халық, орыс халқы, енді жапа-жаппай бәріне құл шашпай қояйын. Көрдіңіздер ме? Өмір бойы сол жерде туып, өсіп, соны сенің наныңды жеп отырып, міне тәкаппарлықтары, қырсықтықтары соншалықты, міне өлсе де жаңағы сенің тіліңді аузына кіргізбей отыр. Көрдіңіздер ме? Ол тек қана орыстар емес, одан да қалды. Сол орыс тәріздес халық көп Қазақстанның ішінде. Сол үшін міне бұл деген тәрбие, тәлім дегеннің бәрі өте, қалай айтсам екен, дұрыстап қарау керек бұған. Дұрыс мән мағынасына бәріне кәдімгідей тек қана мектепте емес, ортада емес, үйде, ең бірінші үйде басталу керек, отбасында басталу керек. Үй басында, өз отбасында қандай тәрбие бердің балаға, міне сол тәрбиемен әрі қарай бала кетеді. Енді баланың бәрі бірдей емес, әрине, біреу тентек болады, басқа болады. Ақылы бар тентектер бар, ақылсыз тентектер бар. Міне осындай жағдайлар біздің Қазақстанда ғана емес, енді былай қарап отырсам, салыстырмалы түрде мынау кеше күнгі Қазақстандағы болған қаңтар қырғынынан кейін, одан артынша мынау Украина соғысынан кейін көп мынау митингтерге шығып осында жүрген кезде көп ұлттармен таныстық, араластық. Одан да бұрын танысып, араласып жүрміз ғой, ал бірақ енді жаңағы белсенділермен қазір таныстық. Сол белсенділердің бәрін тыңдап отырсам, тап менің елім жайында, Қазақстаным жайында айтып жатқан сияқты. Қазір бәрін жаңағы көшірме түрде, сияқты, под копирку дейді ғой, сол сияқты. Бәрі бір-бірінен айнымайды. Көрдіңіздер ме, бұл кім, ненің салдары? Бұның бәрі сол 70 жыл бойында солай не істеп келген, программировать етіп келген солай. Көрдіңіздер ме? Енді тағы да қарап отырсаңыздар, мынау неде жүр ютубта, қазір енді бір қырғыз шығыпты. Мынау орыстардан қорқатындар, сендерге айтқым келеді, орыс сендерге не жамандық жасады, совет үкіметі бәрін бізге берді, бізге ананы салып берді, бізге мынаны салып берді дейді.
әй жазған-ау, ең болмаса санаң болса, сезімің болса, ойланбайсың ба, сол кімнің қаражатына салды соның бәрі. Иә, сол Ресей, сол жаңағы СССР кезінде не істеді? Бүкіл 15 республиканы сорды, иә, насосша. Сорып, сосын кімге қандай жаңағы қай елдің басшысы барып, қандай қызмет жасап, қалай аяғына жығылып сұрап алса, соларға жаңағы бейтіп итке сүйек тастағандай сондай жағдайларды жасап отырды. Оның енді дәлелдері былай қомақты түрде айтатын болсаң, өзбек акаларың сол кезде озды, иә, өздерінің ол кезде емес, қазір де тілдері майда, дастархандары мол, сөйтіп орекеңдерді барып, иә, алдап, сулап жүріп, метроны қандай қылып, сол бүкіл Совет үкіметінің халқының 15 республиканың арқасында сондай метроны тұрғызып алды. Мынау қазақ пен қырғыз ауыздары ашылып жүріп, одан қалды, одан ол метро басталды. Менің жас кезімде одан ол метро, енді өздеріңіз білесіздер, қай жылы біткені. Міне сол Совет үкіметін аңсайтындарға. Одан қалды мынау сендерге де сол жігіттің жаңағы айтып тұрғаны, бұл мынау шетелдің, Американың, Западтың, батыстың жасап отырған ықпалынан сендер сөйтіп атсыңдар, сендер сөйтіп орысқа қарсы шығып жатсыңдар дейді. Бұл батыс сендерге не істепті, ақш сендерге не істепті, ақш келіп сені жаңағы наныңнан айырып жатыр ма, кезінде аштықты жасаған сол ақш екен. Міне көрдіңіздер ме, бұл әрі қарай өзінің тарихын білмейтіндігі, әрі қарай ойланбағандығы, бергі жағынан жаңағы орыстар пропагандистер, миын улаған, соған бұл уланғанда енді осындай жаңағы өте қолайсыз, өте жаңағы біздің халықтарға тән емес несімен шығып жатыр. Әйтпесе мынау қырғыз халқы өте батыр халық, өзіміз көзіміз жетті оған, қанша төңкеріс жасады, қанша қан төгілді. Бірақ сөйтіп тұрса да оларда енді әлі шекелерінің қызғаны шамалы. Өйткені басым көпшілігі мынау біздің мәңгүрттердей орыс құлдар, одан қалды жаңағы билік құлдар халықтың арасында өте көбейіп кеткен. Соның кесірінен осы қаңтар қырғынының алдында елге барып қайтқанмын. Сол кезде жаңа бір жағдайлармен әйтеуір кейін бір айтып берермін, ол не жағдай болған. Сол жерде бір басқа жағдай түсіп, сөйтіп қырғыз ағайындарға қарай ұшып кетіп, әрі қарай сояқтан жермен қайтқанмын. Сол кезде біраз сол қырғыз ағайындармен танысып, сол жерде сөйлесіп, сол осы елдегі жағдай жөнінде айтып жатқанда, сол қырғыз ағайын айтады ғой, біз берейік, біз бір 1000 кісіні сіздерге төңкеріп тастауға деп, көмекке деп қалжыңдап. Бірақ енді қарап отырсаң, 1000 кісіні беретін болса артық болмас еді, бізде сол 1000 жиналмай тұр ғой. Бірақ қазір енді мына Әблязов айтқандай ұяшықтар ашылып жатыр, қуанарлық жағдай. Бірақ жаңағы тағы да қайталап айтам, бұл жөнінде онша бүйтіп жаңағы байбалам салып, ол туралы елге жария салудың керек жоқ. Тым тырыс қана құпия түрде өзіңе сенетін кісілердің бәрін жан-жақтарыңызға жинап, әдемілеп тексеріп, сөйтіп ортаны көбейте беру керек. Бұл тағы да қайталап айтам, соғыс Құдай бетін әрмен қылсын, бірақ соғыс қаупі өршіп тұр. Расында да соғыс қаупі өршіп тұр, содан сақ болу керек. Бізде жаңағы маған келіп отырған жазбаларды жаңағы соғыс болады дейсіз, бедет дейсіз, бізді жаңағы Ресей соғыспай қалады деп. Ол да рас, бірақ жаңағы мен қазағыма сенемін. Украин халқынан батырлығы аспаса кем түспейді. Қазақ жігіттерінің де, қазақ халқының да өліспей беріспейтініне мен оған кәміл сенімдімін. Бірақ қайтадан жаңағы сол Құдай бетін әрмен қылсын, оған жеткізбесін мұндай соғысқа. Бірақ сол қауіп өте өршіп тұр.
Ресейдің ішінде естіп жатсыздар, иә, жүріп жатыр жаңағы добровольческий еркін өздерінің сол халықтан құралған заңды жүзінде шетелдерде бәрінде мойындалған сондай топ қазір өзінің қызметтерін атқарып жатыр. Ол жөнінде жаңағы Путин оны мойындағысы келмей отыр. Егер ол туралы жаңа эфирлерде өстіп айтатын болса, ол кезде оны мойындағаны болады. Сол үшін де мойындамас үшін оны еш жерде айтып та жатқан жоқ, неғып та жатқан жоқ. Бірақ мына Украин каналдарын, Американ каналдарын көрсеңіздер, көресіздер, солар өз жұмыстарын ішінен жасап жатыр. Ол тек қана орыстардан құралған ғана емес, сол Ресейдің ішіндегі аз халықтар құрамынан құрылған сондай топтар құрылып жатыр. Олар да сол жаңа Әблязов айтқандай ұяшық ретінде жиналған. Басында енді жаңағы интервьюін тыңдаған болсаңыздар, көрген болсаңыздар, сол жігіттің айтуынша олар басында 50 жігіт болып жиналған. Келе-келе міне қазір Құдайға шүкір сандары өте өскен. Бұл жаңағы Әблязовтың ұяшық деп соны айтып жүргені, бұның сөзінің жаны бар. Сол ұяшықтарды аша берейік, жалғастыра берейік. Тікелей эфирге шығып өздеріңізден келген хаттарыңыз бар, электронды хаттарыңыз бар. Солардың бәрін отырып талқылаймыз дегенбіз. Тағы да бір ағайдың өте көп хаты, ол кісі егер көріп отырған болса, маған ренжімейді деп ойлаймын. Ол кісіде былай енді тарихты маған айтқысы келген, енді бірақ кішкене орыстарға қарай бұрып кеткен екен. Бірақ жаңағыдай естеріңізде болса, бұрын мен айтатынмын, сіздерге жаңағы закон бутерброданы пайдаланады, политиктер, жаңағы өтірік саясаткерлер, өтірік халықтың көңілін ойлаған сияқты, сондай кісілер нені пайдаланады, закон бутерброда дейді, жаңа бутерброд заңын пайдаланады. Бірінші қатарына жаңағы сіздің құлағыңызға жағымды нәрсені жібереді, екінші жағынан жаңағы өзінің саясатын тықпалайды, үстіне тағы да сізге ұнайтынды не қылады, одан артынша бұл кісінің де іс-әрекеттері сондайға ұқсап тұрған сияқты. Менің ойымша келесі жолы бір тікелей эфир жасап жатқан кезде сондай бір жазбаларының бірін оқып сіздермен бөлісермін. Қазір ол кісінің атын айтқан жоқ, енді былай қарап отырсам, қызым дегеніне қарағанда менен бір екі есе болмаса да үлкендеу кісі сияқты, бірақ ер азамат екені белгілі болып тұр. Бұл кісінің де енді көзқарасы сол бізге ұқсағанымен, менімен болғанымен жаңағы сол Ресейге қарай кішкене көбірек басымдырақ сияқты. Енді осындай ер ағаларымыз, елуді алқымдаған кісілердің өздері әлі жаңағы жақсы мен жаманды айырып үлгермепті. Осындай кісілердің осындай жазбаларын қарап, соған таңқаламын. Енді менің замандастарым ойлайтын едім, енді бәрі жаңағыдай мен көргенді олар да көрді, мен білгенді олар да білді. Енді бәріміздің осы көзқарасымыз бір екен десем, жоқ, басқаша екен. Ол басқа, мен жаңағы бөлісті түсінем, егер жаңағы басқаша болып жатқан кезде саясатпен айналыспаймын, білгім келмейді, естігім келмейді, миымның тыныштығы жақсы деп қана қойған болса, ол кезде ол түсінікті, өзін өзі қорғап, өзінің денсаулығына қарағандығы. Мен ешқандай оған дауым да жоқ, немде жоқ. Ал енді мынау менің замандастарым Совет үкіметінде көрген, кешегі Назарбаевтың несінде көрген, заманында көрген, қазірді де көріп жатқан осы замандастарымның көзқарастарына енді кәдімгідей қарным ашады.
кәдімгідей менімен сөзге келіседі, мені провоцировать етеді, демекші жаңағы айтады бұл деген ой қазір халық өздеріне жасап отырған кедейшіліктері, халық жалқау, жұмыс істегілері келмейді, бәрін Тоқаев, Назарбаев бәрін бөліп берсе екен дейді. Жаңағы Тоқаевты біз сыйлауымыз керек, Тоқаев деген жеті тіл біледі, ол деген дипломат деп. Міне көрдіңіздер ме, осындай кісілер әлі көпшіліктің қасы екен, оған күннен күнге көзін жетіп жатыр. Мен ойлайтын едім, мүмкін күннен күнге олардың саны азаят шығар, мынау қазіргі халықаралық жағдай бар, біздің елдің ішіндегі жағдай бар. Осының бәрін көріп отырып, кішкене көзқарастары өзгерер деп ойлайтынмын. Жоқ, олардың көзқарасы әлі де өзгермепті, өздері де әлі оянбапты. Кім білсін, енді мүмкін жаңағы әйтеуір бір өздерінің себептері бар шығар, оянбауға, ойланбауға, оны енді өздері біле жатар. Тағы да не айтам дейді, ойым сал-салға кетіп қалады да, осындай да кішкене істеп қалам. Ал айта кетейін, осы жолы тағы да баяғыда осыдан 1-2 жыл бұрын енді эфирге шығып жүрген кезімде, осылай мамыражай өздеріңізбен сөйлесіп жүрген кезімде кісілер болатын, ішінде жаңағы елбіремей, былжырамай, болш тез айтшы дейтін кісілер. Сондай сөздермен жаңағы комментарий жазатын. Сол кезде жаңағы ренжу ойыма келмепті, бірақ енді ана сөздер құлағыма сондай жағатын. Қазірде енді сондай кісілер болады шығар деп ойлаймын. Бүгінгі эфирімде де асықпай, өстіп мамыражай әңгіме айтқанға не жетсін, бірақ деген қаншама тіршілік сіздерді де күтіп тұр, түсінемін. Егер жаңағы уақыттарыңызды алған болсам, кешірім сұраймын. Қазір енді айт күндері ғой, мүмкін үйде демалып жатқан боларсыздар. Демалып жатпасаңыздар, жұмыстан шаршап келіп жатқан шығарсыздар. Мен кішкене сіздердің осылай уақыттарыңызды алып, мазаларыңызды алып жатқан болсам, кешірім сұраймын. Айт күндер қабыл болсын, ортаңызды толтырайық. Қазағымның рухын оята түсейік, өздеріне өзінің сенуіне кішкентай болса да өзіміздің ықпалымызды тигізе берейік. Жыл сөзімізді бір-бірімізден аямайық, сөз көмек, қол көмек. Осындай халқың басына қазір іс түсіп тұрған кезде, зиялы, кавычкадағы зиялылар тым-тырыс жатырғанына әрине қардың ашады. Бірақ енді олар зиялы емес, зиялы деп баяғыда неге айтқан, осы жаңағы өнер адамдарын, жазушыларды, депутаттарды, енді ол кезде депутат емес, кәдімгі халық қалаулылары, халықтың атынан шығып сөз сөйлейді-ау дегендерді. Өйткені ол кісілер халықты аузына қарата білген, өздерінің істерімен, тірліктерімен халыққа танымал болып, солай сыйлы болған халыққа. Ал қазіргілер, танымалдылар, жұлдызсымақтар, оның бәрі өтірік, блески, ішіне жылтырауықтар, шырылдауықтар жүрген бәрі. Міне қазіргі күні халықтың басына осындай іс түсіп жатқан кезде, ең болмаса біреуі шығып, халықты басу айтып, халықты қолдап, жылы сөздерін айтып, қолдарынан келген көмегін көрсетудің орнына, қазір бұлар әрі қарай той тойлатып жүр. Енді екінші той жасауға мүмкіншілік болмайтындай, екінші наурыз келмей қалатындай, осындай тіршіліктер болып жатыр елдің ішінде. Соған қарның ашады, соған кішкене ренжейсің. Бірақ енді қазақ халқы мықты, қазақ халқы күшті. Бұның бәрін
қандай нені өткізбеді басынан, иә, қазақ халқы ашаршылықты да өткізді, геноцидтің неше түрін көрді. Мынау тыныш заманда өзін басқа ұлттар басқа ұлтқа геноцид жасап жатса, бұл қазақ ұлты өз басшылығынан, өз билігінен жаңағы бұған халыққа қызмет етеді деген биліктерден геноцид көріп отыр. Қаншама жастарымды, ұл-қыздарымды түрмеге қамап отыр. Сол үшін халқым, ойланыңыздар, ояныңыздар, ортамызды толтырыңыздар. Мынау келе жатқан өзіміздің бейбіт те берекелі күнімізге дайын отырыңыздар, дайын болыңыздар. Алға қазақ елі.